ауласында 5 минуттан артық көлік қыздырғандарға айыппұл салынады деген. Осыны толыққанды өзіңіз айтып өтсеңіз, бұл біреудің жеке тұрғын үй секторында тұратындарға қатысы бар ма, әлде бұл көп қабатты үйлерде ме, және жол бойындағыларға, жол шетіне көлігін тұрақтарға қойғандарға қатысты ма? Енді бұл жаңа өзіміз айтып кеттік қой, жаңашылдық емес. Бұл қағиданың бар болғанына 20 жылдан астам уақыт өтіп кетті. Бұл жерде тек жаңағы блогер сымақтарымыз бар ғой, жаңалық ашып, енді кішкене қатты болса да айтайын, хайп қуғандардың әрекеті ғой, халықты дүрліктіріп, болмайтын нәрседен жаңалық шығарып шулатып жатқан. Сол үшін айтамыз, әркез ресми ақпараттарға сүйеніңіздер деп, ресми ақпараттарды тыңдаңыздар деп. Енді бұл жерде ауласына қыздыру деген ұғым сіз айтып жатқан біздің қағидада баяғыдан бар. Яғни бұл жерде ең басты маңызды мәселе, егер бұл жаңағыдай автокөлікті қыздыру мәселесі, қыздыру уақыты тұрғындарға кедергі келтіретін болса, егерде қолайсыздық тудыратын болса, және де тұрғындардың тарапынан кикілжіңдер немесе наразылықтар туындап арыз шағым түсетін жағдайда ғана жауапкершілік қарастырылған. Яғни бұл жерде барлығы айтады ғой, қалай оны анықтайды, камерамен тұра ма, әлде аңдып жүре ма деген сияқты. Полиция қызметкерлерінің одан да басқа маңызды жұмыстары бар. Яғни тұрғындар өзі шағымданып жатса, тіркеу нөмірін жіберсе, арнайы видео дәлелдемесін түсіріп. Яғни бұл жерде тоқтау дегеніміз, ол автокөліктің ешқандай затты немесе адамды түсіруге қатысы жоқ 5 минуттан артық тоқтап тұруының өзі тоқтау деп айтылады. Остановка деп айтамыз, соны айтады. Яғни бұл жерде тұрғындарға кедергі келтіріп тұрғын аумақтарда немесе қолайсыздық тудырған жағдайда ғана, егер ол видео хабарлама ретінде ұсынатын болса, ғана осындай жауапкершілік қарастырылған. Яғни полиция қызметкерлері кім көлігін қыздырып жатыр деп аңдып жүрмейді. Соны айтқым келеді. Дегенмен тұрғындарға ақпар болсын, мұндай жағдайда қанша айыппұл төлейді? Және қайталаған жағдайда қанша айыппұл төлейді? Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 597 бабымен қарастырылған жауапкершілік. Яғни бірінші жағдайда 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Теңгеге шаққанда шамамен білмеймін, шамамен бір 19 мың болуы мүмкін, 19 мыңның әрірақ бер жағы болуы мүмкін. Егер сол әрекетті бір жылдың ішінде қайталаған жағдайда, онда 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады.